Ауданымызда 10 саусағынан өнер тамған мүсінші бар екенін бұған дейін естідіңіз бе? Өзінің бойындағы тума талантын біліп түрлі дүниелерді жасайтын өнер иесі өзіміздің Жарттөбе ауылдық округіне қарасты Ынтымақ ауылында тұрады екен. 4 жылдан бері мүсіншілікті қолға алып, өз қызығушылығынан түрлі мүсіндер жасап шығарса да, нағыз талантты әлі де болса ешкім біле бермейтін көрінеді. Тіпті кейбір ауылдастары да танып үлгермеген жанмен біздің әріптестеріміз сұхбаттасып қайтқан болатын. Нақтырақ Әлия Мұхамеджамиғыз тарқатады. 1995 жылы суретші мамандығын тәмамдаған Хажимұрат Нәсіреддинов бірқатар білім ошақтарында шәкірттерге бейнелеу сабағынан дәріс беріпті. Кейіннен жылыжаймен айналысып, жеке кәсіпке бет бұрып кеткен. Соңғы 3-4 жылдың көлемінде бос уақытында өзі қызығатын жұмысын, яғни мүсін жасауды қолға ала бастаған көрінеді. Нәтижесінде өздеріңіз көріп отырған түрлі туындылар өмірге келген. Тума талант иесі көрсе көздің жауын алатын мүсіндерім қаланың көркемдігі үшін жер-жерлерге қойылса деген арманы бар екендігінде жасырмады. Сарыағаш ауданына барам ғой, айлана бүтіп барсам, соларға бітіп көріп шығам ғой. Осын мүсіндерді сояқтарға қойса қалай болам екен. Адамдар келіп суретке түседі. Көркемдігіне Сарыағаштың көркемдігі со жағына анау қосылады. Енді мен де көрдім, Шымкенттің трассасына кетіп жатқан кезде қойып қойған, жолдың шетінде көрдім. Қаланың ішіне мұнайларды қойса әдемі шығады ма деп ойлаған менде. Негізде сондай нәрселерді қойса, жас балдар бар, келеді, суретке түседі, қызығады, мейірім қояды бұндай нәрселерге. Сол жағынан соларды ойлаймын көбірек. Бүгінде Хажимұрат мүсіншінің туындылары өңіріміздегі шипажайларға, балабақшаларға сәндік ретінде қойылған. Қызыққан жандар ақысын беріп алып кетеді екен. Сонымен қатар 3D форматтағы суреттері де көздің жауын алып тұр. Егер де қасыма жәрдемші болса, бұл кәсібімді бизнес көзіне айналдыруда жоспарында бар дегенді алға тартты біздің кейіпкеріміз. Осы кәсіпті бизнеске айландыру жоспарда бар ма? Жоспарда бар. Бар, енді оған кірісу керек. Оған адам керек. Осы турасында адам білетін адамың болса, істесең болады. Бір өзің болсаң, в бою один не воин дейді ғой. Адам алдында адам болмаса, серігің болмаса, оны істеу қиын. Бір өзің істей алмайсың. В бою один не воин дейді ма, сол үшін адам керек алдыңға ол жұмысты істеу үшін. Заказ қабылдасаң, оны уақытында істеу керек, оны көңілінде істеу керек, чтобы клиентіңге жағу керек. Көргеннен кейін қуанып алу керек. Ол үшін шыдамдық, талант, тағын жұмыс керек. Сол. Айта кетейік, мүсінші өнердің бұл түріне қызығушылық танытатын жандар болса, үйретуге дайынмын дейді. Себебі шәкірт тәрбиелеп артында із қалдыру оның арманы екен. Ал сіздер мүсіндерге қызықсаңыз, тапсырыспен жасатуыңызға да болады. Әлия Мұхамеджамиғызы, Аман Әсілбек, Сәттелі арнасының жаңалықтар қызметі.